Кім жылдан болады, кім үлкен, кім мықтарақ деген жарыстар ешқашан аяқталмайды. Сондықтан бүгін біздің әлеміміздегі ең керемет және ең үлкен көлік құралдарын қарастырамыз. Жайғасып отырыңыздар да видеоны тамашалап жіберіңіз. Бұл құрлықта да, суда да, ауа жастығымен қозғалатын ең қызықты және фантастикалық кемелердің бірі. Осындай керемет кемелерді жасайтын британдық корпорация оны пайдалануға берген сәттен бастап бұқаралық ақпарат құралдарын таң қалдырды. Оның айтарлықтай мөлшерін ескере отырып, ол 400 жолаушы мен 60 автомобильді тасымалдай алады. Бұл қазіргі таңда ауа жастығындағы ең үлкен кеме. Оның төбесінде 4 тұрақты қозғағыш бар. Әр қозғалғыш өзінің бөлек механизмін бастайды. Әрбірі сағатына 1 тонна отын жағады. Кеменің орташа жылдамдығы сағатына 138 шақырымды құрайды. Оның ұзындығы 57 метр және жүк көтерілімділігі 555 тонна. Пойыз рельстермен емес, жолдармен жүре алатындай доңғалақтары болса не болар еді? Дұрыс, автотрам экстрагрант деп аталатын ең ұзын автобус болады. 30 метрлік керемет ұзындығын ескере отырып, бұл автобус қоғамдық көлік санын азайтатын тамаша шешім болар еді. Автобусқа 256 адам сыяды. Бұл шағын пойыз бұрылыстарға жақсы сәйкес келеді. Ал оның артқы бөліктері қозғалтқыштың қозғалысын дәл қайталайды. Автобус анакондаға өте ұқсас. Автобус табиғатты қорғау мақсатында электр қозғалтқышымен негізделген. Бұл әлемдегі ең ауыр тікұшақ. Бұл кеңес одағы шығарған ең ауыр қуатты тікұшақ. Ол әскери және азаматтық мақсаттарға арналған. Онда 8 негізгі ротор пыжақтары бар. Егер қозғалтқыштың бірі істен шығып кетсе, тікұшақ бәрібір ауаға көтеріле алады. Өйткені ол 11 қозғалтқышпен қамтылған. Тікұшақ елестетуге қиын ауыр заттарды көтеру бойынша рекордқа ие. Ол 82 әскери көлік немесе 20 тонна жүк тасымалдай алады. Тікұшақтың биіктігі шамамен 3 қабатты ғимаратқа тең болғанына қарамастан, ол сағатына 300 км-ге дейін жылдамдықты дамыта алады. Егер сіз мотоциклге әуесқой болсаңыз, онда сіз әлемдегі ең үлкен мотоцикл туралы білуіңіз керек. Жақында итальяндық Фабио Реджани әлемдегі ең ірі толық функционалды мотоцикл жасау аясында Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. Мотоциклдің биіктігі 5 метр. Бұл автобустар мен жүк көліктерінен де жоғары. Мотоцикл әлемдік рекордқа ұсынылған кезде 100 метр қашықтық сынақтан сәтті өтті. Бұл шынымен де дизайн мен жоғары жылдамдықтың тамаша үйлесімі. Бұл аты аңызға айналған және әлемдегі ең үлкен пойыз Австралияның солтүстігінен оңтүстігіне барады. Бұл әлемдегі ең ұзын жолаушылар пойызы. Оның ұзындығы бастапқыда 600 метр еді, бірақ содан кейін ол 1 шақырымға дейін ұзартылды. Вагондардың өлшемі 4-8 метр. Олардың көпшілігі сәнді мейрамханалар мен демалыс орындары. Егер сіз пойызға мініп, оның ыңғайлығымен қуанғыңыз келсе, билетке $2000 дайындаңыз. Аты аңызға айналған автокөлік өндірушісі, дизайнерлік коллекционер Джей Орберг ең үлкен лимузин американдық арман деп аталатын машина жасаған. Машина Гиннестің рекордтар кітабына әлемдегі ең ұзын автокөлік ретінде енген. Оның ұзындығы 30 метрден асады және 26 доңғалық лимузинге орнатылған. Оған қоса автокөлікті екі жағынан да айдауға болады. Лимузин тікұшақтарға арналған тікұшақ отыратын алаңымен мақтана алады. Оның бір ұшында джакузи бар. Ішінде бірнеше сәнді бөлмелер бар. Өкінішке орай оның жылдамдығы өте төмен және лимузинді заңды рұқсаттың болмауына байланысты жолдармен жүргізуге болмайды. Бұл әлемдегі ең үлкен жүк көлігі. Қазіргі уақытта арабтар өз ақшаларын ақылсыз нәрселерге жұмсайтынына ешкім таң қалмайды. Осы жүк көлігі бір бай арабтың тапсырысы бойынша жасалған. Бұл әлемдегі ең үлкен жүк көлігі. Бұл классикалық жүк көлігінің дәл көшірмесі. Оның салонында 4 жатын бөлме бар. Оның салмағы 50 тоннадан асады. Сіз мұндай үлкен жүк көлігін ешқашан көрмегеніңізге сенімдімін. Бұл гиганттың әрбір бөлшегі әдеттегі жүк көлігінен 50 есе үлкен. Бұл әлемдегі ең үлкен жолаушылар ұшағы. Биіктігі шамамен 8 қабатты ғимарат. Оның ұзындығы футбол алаңына сәйкес келеді. Оның құны шамамен $500 миллион. Лайнер 850 жолаушыны сыйдыра алады. Ұшақтың ішінде сіз көптеген жарық диодты декорацияларды, спорт залдарды, барлар және тіпті казино сияқты керемет ыңғайлықтарды көре аласыз. Бұл өз күшімен толықтай жұмыс істейтін ең үлкен жерүсті көлігі. Ол 1965 жылы құрастырылған және шынжыр табанды аудармашы ретінде танымал болды. Бұл машинаны құрастырудың жалпы құны $28 миллион құрады. Транспортердің ұзындығы 40 метр, 50-35 метр, салмағы 3000 тонна. 30 мықты қозғалқыштың арқасында ол 8000 тонна салмақты жүктерді оңай тасымалдай алады. Әртүрлі операциялар кезінде тұрақтылықты арттыру үшін оған лазерлік басқару жүйелері орнатылады. Конвейер әлі де ғарыш аппараттарын тасымалдауда қолданылады.
Ұзындығы 350 метр және ені 60 метр. Бұл жолаушылар кемесі тарихтағы ең үлкен кеме. Оның ұзындығы Эйфель мұнарасының биіктігінен 50 метрге артық. Кеменің өзі 9000 жолаушыны қабылдай алатын көптеген бөлмелерге ие. Кемеде жүзіп жүргенде 77 елдің 2000 жұмысшысы бар. Олар кеменің тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. Кеменің салмағы 120 000 тонна. Ол 2016 жылы пайдалануға берілген. Егер сіз бұл кемеде 17 күн өткізгіңіз келсе, онда сіз $1000 астам ақша төлеуіңіз керек. Бірақ сіз әрине көңілсіз қалмайсыз, өйткені кемелерде көп нәрсені көруге болады. Кемеде су төбешіктері, 15 000 ағаштары бар саябақтар, үлкен мұз айдыны, даяшы роботтары бар таңғажайып мейрамханалар және тағы басқа ғажайып орындар бар. Осымен болды достар, мен сізге осы видео ұнағанына сенімдімін. Егер олай болса, лайк басып менің саяхат YouTube арнама жазылыңыздар.